Баршаға сәлем, қонақ күтуге дайындық. Құрбан айт мерекесіне орай кешкісін үлкен кісілерді шақырып ас беретін боламыз. Ыстықтай бауырсағымды пісіріп алдым. Мүйіз жаңғағымды жуып кептіріп қойдым. Бір күн алдын творожный және восточный пирогымды пісіріп дайындап қойғанмын. Қазір күн ыстық болғаннан кейін ешкім ештеңе жегісі келмейді. Тек қана осы екі пирогты пісірдім. Қонақтарымызды кешкі сағат 6-ға шақырғанбыз. Ал енем жұмысқа кетпестен бұрын бір қазан қойдың етін кесіп, тұз бұрышын салып, дайындап беріп кетті. Ал мен сол сағат 2:30-дарда етті пісіруге отқа қойдым. Құрбан айтта үйдегі бір адамның атын атап, сол адамға ниет етіп малды шалат дейді. Біреу дұрыс дейді, біреу бұрыс дейді. Ал сіздің ойыңыз қалай? Қонақтарымызды кешкісін шақырғаннан кейін еттің өзі ауырлық болып кетер деп кішкене картошка қосып жібердік. Ал біздің құрбан айт мерекесіне жайған дастарханымыз қалай болып тұр? Бағалап кетіңіздер. Қонақтарымыз келді, тамағымыз дайын. Үлкендердің батасын алып, 2 ай алдын жүріп кеткен қызымыздың тұсауын әне кестіреміз, міне кестіреміз деп жүргенде осы айт мерекесіне тұспа-тұс келіп қалыпты. Нағашы әжесіне ырымдап, осы кісі сияқты шебер пысық болсын деп кестіріп алдық. Қызымның қадамы құтты болсын.